Бесінші есеп. Бөліндінің мәнін жүздік үлеске дейін дөңгелектеңіз. 10 бүтін 100 мыңнан 23.971-ді 3 бүтін 165-ке бөлу керек. Ол үшін бізге ыңғайлы болу үшін біз 3 бүтін 165-ті натурал санға айналдырып алғанымыз ыңғайлы. Сол себепті бөлінгішті де 100-ге көбейтіп жазамыз. Демек, 1023 бүтін 1971-ді бөлеміз 365-ке. 2-ден берсек, 2-ні 5-ке көбейтеміз 10, 0 түсіреміз. Бір ойда, 2-ні 6-ға көбейтеміз 12, ойдағы 1 мен 13, 3-ін жазамыз. Бір ойда, 2-ні 3-ке көбейтеміз 6, ойдағы 1 мен 7. 3-тен 0-ды азайтамыз 3, 2-ден 3-ті азайта алмаймыз. Сондықтан 1-ден береміз, мұнда 9, мұнда 10 болады. 12-ден 3-ті азайтсақ 9, 9-дан 7-ні азайтсақ 2. Енді назар аударайық, мұнда үтір тұр. Үтір деген бүтін бөлік аяқталды деген сөз. Келесі санды төмен түсіру үшін біз мұнда үтір қоюымыз керек. Енді 9-ды түсіреміз. 2939-ды 365-ке бөлгенде біз 7-ден немесе 8-ден берсек болады. Бірақ жауаптардың нұсқасына қарай 8-ден беріп көрейік. 8-ді 5-ке көбейтеміз 40. 0 түседі 4 ойда, 8-ді 6-ға көбейтеміз 48, ойдағы 4 пен 52, 2-сі түседі 5 ойда, 8-ді 3-ке көбейтеміз 24, ойдағы 5 пен 29. Аз айтсақ, мұнда 9, мұнда 1 болады. Енді 7-ні түсірейік. 197, назар аударамыз. Бөлінгіш, бөлгіштен кіші болып тұр. Демек, бұндай жағдайда біз бірінші 0-ден береміз, содан кейін барып қана келесі санды түсіреміз. 1971. 1971-ді 365-ке бөлсек, ол деген 2000-ді 400-ге бөлген сияқты. 5-тен беріп көрейік. 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 5-ін жазамыз 2 ойда, 5-ті 6-ға 30, ойдағы 2 мен 32, 2-сін түсіреміз 3 ойда, 5-ті 3-ке көбейтеміз 15, ойдағы мен 18 болады. Аз айтсақ, 1-ден 5-ті азайта алмаймыз, біреуін береміз, 11-ден 5-ті азайтсақ 6, 6-дан 2-ні азайтсақ 4, 9-дан 8-ті азайтсақ 1. Сонда бізде шығып тұрған сан 2 бүтін 1000-805, ал бізге бұл мәнді жүздік үлеске дейін дөңгелектеу керек. Жүздік үлес дегеніміз, яғни ол 100-ден саналу керек. Онда бұлай алсақ, 100-ден 80, 2 бүтін 100-ден 80 болып тұр. Бірақ біз бұлай соңғы санды жайдан жай алып тастай алмаймыз. Осы соңғы санға байланысты біздің санымыз дөңгелектенеді. Егер осы соңғы сан 1 мен 4-тің арасында болса, онда біздің 100-ге дейін дөңгелектеген санымыз 2 бүтін 100-ден 80, ол өзгермейді. Ал егер осы сан 5 пен 9-дың арасында болса, онда оған 1 қосылады. Демек, бізде соңғы сан 5. 5 болса, онда 2 бүтін 100-ден 80-ге 1-ді қоссақ, бізде 2 бүтін 100-ден 81 болады жауабымыз. Нұсқалардың ішіндегі дұрыс жауабы Б нұсқасы.